Кезде мынау авиатор ойыны Қазақстанда өте танымал болып кетті. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Бұл жерде көп адамдар жаңағыдай мен сіздерге бесплатный сигнал беремін деп көп адамдар алдайды. Сондайлардың алдарына түсіп қалмаңыздар. Беретіндер де бар, дұрыс беретіндер. Бірақ оларды ақшаға сатып алу керек, немесе оларға процент беру керек. Бірінші өзі айтады, өзің табысыңды шығарып аласың өзіңе. Одан кейінгі табысыңнан 40% беріп отырасың дейді. Сондай сол арқылы ұтуға да болады бұл жерде. Былайша өзіңіз ойнасаңыз да болады. Мен өзім ойнап көрдім. Бұл жерде өте керемет ақша ұтуға болатын мүмкіндік бар. Себебі бұл жерде мынау қарап отырсаңыз, мына жерде мінекей осындай коэффициенттер шығады. Сіз мына жерде ставкаңызды өзіңіз қоясыз. Мысалы 100 теңге қойсаңыз, 1000 теңге қойсаңыз өзіңіз білесіз. Мысалы 100 теңгеден бастасаңыз, мысалы осының бұның арасында деген өте үлкен коэффициенттер шығатын болады мынандай. 100, 200, 500, 1000, 10.000-ға дейін коэффициент шығады. Бұл жерде бар ғой, бір егер мынау коэффициентті ұстап алсаңыз, ловить етеді дейді орысшалап айтқанда. Коэффициентті ұстап алсаңыз бар ғой, бір күнде миллион болып шығу ешқандай ғажап емес. Себебі мысалы мына жерде қазір мен енді ол жерде 30 теңге деп тұр, қазір 30 теңгеден мысалы 2 ставканы бүйтіп тігемін да, мысалы тігіп қоямын. Сол жерде қарап отырасыз, мына коэффициентті ұстап қалуыңыз керек. Мысалы қанша коэффициентке дейін көтеріледі, өзіңіз моментінде ұстап қалуыңыз керек. Қазір мен көздердің алдында ойнап көрсетейін, бір мынау демошетпенен. Қазір коэффициент өседі, сол кезде сіз моментально ұстап қалсаңыз ақша ұтасыз. Көрдіңіз, алып қойдым. Көрдіңіз, осындай байқап отырмасаңыз алып қояды осындай кей кезде алады. Сол жерден где-то бірнеше рет қатарына алып қояды. Сол кезде сіз соны өткізіп жіберіп кейін барып ойнасаңыз, көрдіңіз, алып жатыр. Бірнеше рет алады, сосын тоқтатып кейін қайтадан беріп бастайды. Сол кезде сіз ойнап егерден аңдып отырып ақшаны сонда аямай тіге берсеңіз, жаңағы үлкен коэффициентті ұстап алсаңыз, үлкен ақшаға ие боласыз. Өте керемет ойын бұл жерде. Честный ойында бұл жерде. Көрдіңіз, кетіп бара жатыр. Көрдіңіз, міне біреуін бастым, ұтыс алдым. Екіншісін алмай қалдым. Көрдіңіз, әр сапары ойыннан қалмай тігіп отырсаңыз, бұл жер үлкен коэффициент шығады. 70 коэффициент болады кей кезде, 100, 200, 500, 1000, 10.000-ға дейін болады. Сол кезде егер сол үлкен коэффициент ұстап алсаңыз, үлкен ақшаға ие боласыздар. Көрдіңіз, біреуін алдым, бірінші ставкамды. Екінші ставкамды көтеріп жатыр, екінші ставкамды алдым. Көрдіңіз, сөйтіп үлкен ақшаны сөйтіп арасында ұтып қалады. Қалмай ойнап отыру керек та бұл жерде. Бір 5000 теңгені шығарып, 5000 теңгені садақаға шығарып тұрып ойнайтын болсаңыз бар ғой, бұл жерде бір күнде миллионер шығуға болады. Себебі мынау арасында айттым ғой, 10.000 коэффициент, 5000 коэффициент, 1000 коэффициент шығады. Сол кезде сіз айтаңыз, 100 теңгеден тіккен болсаңыз, істеп көр, 1000 коэффициент болатында 100 теңгеден қанша болады? 1 миллион теңге ұтасыз. Егерден сол жерде 1000 теңге тіккен болсаңыз, сіз 10 миллион ұтасыз. Көрдіңіз ба? Бір күнде миллион болып шығуыңыз ешқандай ғажап емес. Сол үшін осы ойында ойнасаңыздар өкінбейсіздер. Өте керемет ойын, мен өзім ойнап көргенмін, әзірде ойнап жатырмын. Ақшаға да ойнап жатырмын. Ақшасыз ойнасаң қызық болмайды, ақшаға ойнаймын әрине. Көрдіңіздер ме? Мына жерде тек аңдып отырасыз. Бұл жерде белгілі уақытта мына коэффициенттер беріп бастайды, арасында алып қояды. Соны деген сіз қалмай ойнауыңыз керек та, бір айтамын ғой, 5000 теңге шығын шығарып тұрып қалмай ойнап отырсаңыз, бір 5-6 рет алады. Кейін 5-6 реттен кейін арасында үлкен коэффициент беріп қалады да, сол кезде сіз білмей қаласыз. Қашан беретінін білмейсіз ғой үлкен коэффициенттің. Сол кезде сіз тікпей қалсаңыз, үлкен коэффициент беріп қалса, сосын өкініп қаласыз. Мына коэффициентке тігім керек еді деп өкініп қаласыз. Сол үшін сіз қалмай ойнап отыруыңыз керек. Алады, кейін арасында береді. Көрдіңіз бе? Мен қазір мен тігем. Алып жатыр еді ғой. Алып жатыр еді. Сосын енді қазір білмейсің. Мүмкін беріп қаласың шығар. Көрдіңіз бе? Үлкен коэффициентке барған. Қазір 1.80-ді мен алып қоямын біреуін запасқа. Өзіме запас ақша болу үшін. Екіншісін жіберемін, әрмен қарап көремін қаншаға дейін барады екен. Көрдіңіздер ме? Кетіп бара жатыр. 4, 5 үлкен коэффициент. Осындай үлкен коэффициентке қараса 100 теңге тіккен болсаң 500 теңге мысалы 5 коэффициент болса алып қалдым, ұтып қалдым. Көрдің бе? Потом мен біреуін алып қалдым. Екі ставканың біреуін алып қалдым. Чтобы менде келесі ойынға ойнайтын ақша болсын деп. Көрдің бе? Тағы кетіп бара жатыр. Көреміз. Қаншаға дейін баратынын көреміз қазір. 1.70. 2 коэффициентке барғанда мен алып қоямын. Мысалы 100 теңге тіккен болсам 200 теңгемді алып қойдым келесі ставкаға қалдыру үшін запас. Екіншісімді жіберемін. Екіншісін де алып қойдым. Көрдің бе? Екіншісін 4 коэффициентке барғанда алып қойдым. 400 теңге болдым. Менде қазір 600 теңге бар. Енді тағы тігемін да
ендігісін енді алмай жіберуге тырысамын, алшыраққа дейін, көбірек коэффициент жинағанға дейін. Арасында бірден алып қою да мүмкін, білмейсің. Көрдің ба, алып қой жаңа. Көрдің ба, ұтып қаласың. Сондай моментте алып қояды дегенмен алғанда сіз көнуіңіз керек, чтобы сіз келесі үлкен ақшаны ұту үшін сіз бересіз бірнеше рет. Көрдіңіз ба? Қашан қандай коэффициент шығатынын білмейсіз ғой. Сол үшін тоқтамай алып отыру керек. Тоқтамай ойыннан қалмай ойнап отыру керек. Кетіп батыр, көрдің ба? Бір стаканды алып қоямын, чтобы мен запас өзіме ақша болу үшін бір стаканды алып қоямын, ал екіншісін жіберемін до конца. Қаншаға дейін баратынын көреміз. Көрдің ба? 5-ке дейін барып жүріп қалды. Үлкен коэффициенттер шығып қалады да осы кезде. Бір 1000 коэффициентке баратын болса, сіз 100 теңге тіккен болсаңыз, ет тұр 1 миллион теңге ұтасыз. Алып қойды. Көрдіңіздер ма? Егер 10.000 теңге тігіп 1.000 коэффициент болатын болса, сіз 10 миллион ұтасыз. Көрдіңіз ба? Қандай керемет ойын. Осы видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналға кіріп кетіңіздер.